Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге өрікті қыс мезгіліне қалай дұрыс сақтаудың жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл әдісі ең оңай әдісі, міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен өріктерімізді бірнеше рет қайталап, жақсылап жуамыз, және де бізге осындай қатты өріктер қажет болады. Тіптен осылай жасылынан алсаңыздар да жарайды. Барлығын жуып болғаннан кейін осылай пышақтың көмегімен айналдырып, әдемілеп кесіп, ортасындағы сүйектердің барлығын алып тастайтын боламыз. Осы видеоның астындағы описание бөліміне барлық рецепті толық қалдыратын боламын. Менде қазір 2 килограмм өрік, сіздер одан да көп қоссаңыздар болады. Өріктеріміздің барлығын тазалап болғаннан кейін осылай банкілерімізді булап алатын боламыз. Менде осындай арнайы темір бар. Егер сізде ол болмаса, шайниктің үстіне, болмаса мантоварканың үстіне булап алсаңыз жеткілікті. Банкілеріміздің барлығы буланғаннан кейін осылай өріктерімізді салатын боламыз. Өте ұқыпты әдемілеп салып шығатын боламыз. Бетіне дейін толтырып салып шығамыз. Барлығына осылай бір-бірдей қылып салып шыққаннан кейін үстіне өте қайнап тұрған суды құюымыз қажет. Міндетті түрде суымыз қайнап тұру керек. Барлық банкілердің үстіне осылай толтырып құйып шығатын боламыз. Барлығына бірдей құйып болғаннан кейін бетіне крышкаларын жауып 15 минутқа қалдыратын боламыз. Яғни 15 минут өткеннен кейін суын осындай крышканың көмегімен қайтадан отқа қоятын ыдысымыздың ішіне құйып алатын боламыз. Барлығын осылай құйып, үстіне 300 грамм қантымызды қосып, және де бір ас қасық лимон қышқылын, болмаса осылай мен сияқты лимонды сықсаңыздар болады. Дәл осы видеодағыдай сироп жасайтын боламыз. Қантымыз толықтай ерігеннен кейін қайтадан жаңағы банкінің ішіне құятын боламыз. Сироптарымыздың барлығын банкінің бетіне дейін толтырып құйып, жақсылап крышкасын жауып, қатты күшпен бұрайтын боламыз. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Мінекей осымен біздің банкаларымыз дайын болды. Жылы көрпеге орап 2 күнге қалдырамыз. Мінекей бізде қысқа арналған өріктеріміз дайын болды. Менің каналыма тіркеліңіз, алдағы уақытта неше түрлі оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Гүлсая, ас болсын.